Ассалам құрметті қазақ елі. Біздің Азат ауылы келетін жатқан жер. Осы биіктің басында түнде. Біз келеміз, бір кісілердің айтуы бойынша автокөлік осында деп айтқаннан кейін. Мына жерде автокөлік түнде тұрады. Есігі ашық, телефоны бар, екі телефоны бар. Ну, скорее всего, енді оталып тұрды автокөлік. Мен есімде анық жоқ, енді бауырымды іздеп жүріп, не болып жатқанын нақты түсіне алмадым. Осы жерде автокөлік тұрады. Осы жермен жалғыз із жүреді. Мынамен бүйтіп түседі. Мына жерде жар бар. Жар где-то бір деп қараса, ар жақта асфальт жол бар. Тоғайдың арасы. Мына жерде где-то бір 10 метр, 7-8 метр шамамен. Енді көп болмаса, осы жардан түседі ары қарай. Бірақ мына жерден адам түсу мүмкін емес. Осы бағыттан түсіп, где-то 700 метр ме, 500 метр ана трассаға қарай жақындайды. Қазір түсірем қалған. Мынан пауза ма? Мына жаңағы төбеден түсірдік қой. Мына жардың бойымен түсетті. Мына жерде жала із тұр. Осы ізбен мен қолап жүріп түнде. Ізді қолап. Осыдан где-то 500 метр, 700 метрдей жер бар. Почти 1 километрге жақын десем де болады. Біраз жүрсе адам шаршайтындай жер. Сонымен барып, трассаның бойында, в общем, отырып болған өліп қалған ғой. В общем, жаңа биіктен түсеміз. Орыс христиандар мен мұсылмандардың бейті ғой, екі жағы. Сол екі таудың ортасы. Осымен жүреді де. Түнде жалғыз өзі. О жақтан алыстан осылай келеді де. Мынау уже асфальт жолға жақындап қалдық біздің үйге. Мынау уже біздің үйге жақын жер. Мына бетонның артында, қоршаудың артында. Бауырым түнде бізбен қолап отырып, мына жерде жіңішке талдың артында, мына жерде екі аяғы жерге тиіп тұр, кәдімгі бүктеліп отырған күйінде тауып алам осы жерде. Мойнында светодиодный сым дейміз ба, лента бар ғой, кәдімгі светодиодный үйлерге, машинаға іліп қояды, самоклеющий. Мойнында сол ғана тұр екен. Мына бұтаққа байланған. Бірақ ол отыр свободно. Механический бараза дейді, оны асыл бөлген кезде асфиксия болған кезінде. Ол бір жағында ғана із тұр, қалған жағында жоқ. Осы жерде мен алып шығам бауырымды. Где-то 1 сағаттай осы жерде СЛР жасаймыз. Қазір жолды көрсетейін.